Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жұмсақ дәмді зебра пирогын жасайтын боламыз. Күшті болып көтеріліп шығатын пирогты жасаймыз. Рецепт ұнаған жағдайда каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ыдысымызға жұмыртқамызды, қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Қантымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Миксерді төменгі жылдамдығынан қатты жылдамдыққа дейін қосамыз. Кейін бөлме температурасындағы сары майымызды, дүкеннің 25% қаймағын қосамыз. Жақсылап араластырып, алдын ала електен өткізілген ұнымызға разрыхителімізді салып, ұнымызды екі бөліп салатын боламыз. Бастапқыда жай ғана миксермен араластырып аламыз. Оны шашырап кетпес үшін кейіннен миксерімізді қосып, жақсылап миксермен араластыратын боламыз. Ұнымыз міндетті түрде електен өткізілген болуы қажет. Електен өткізілмеген жағдайда ұндарымыз арасында түйіршік болып қалуы мүмкін. Және де дайын болған қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Жаңағы ұн салынған ыдысыма салдым мен. Какао салып, бір бөлігіне какао салатын боламыз. Және де миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Қамырымыз біркелкі болуы қажет. Енді пергамент салынған қалыбымызға кезектен бірінші какао қосылған қамырымызды, екінші қосылмаған ақ қамырымызды салып, кезек-безек қасықпен салып отыратын боламыз. Осылай барлығын кезек-безектен саласыздар. Осы уақытта пешімізді 180 градуста қыздырып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша пешіміз қызып тұрған болуы қажет. Рецепті соңына дейін қарасаңыздар, ұнаған жағдайда каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта оңай әрі жеңіл рецептермен бөлісіп отыратын боламын.